Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Асыл. Бүгін сіздерге алмалы тарт, яғни алмалы бәліштің рецептін ұсынбақшымын. Бұл пирогтың бір ерекшелігі құрамында тек қана алма бар, бірақ өте дәмді болып шығады. Бізге қажет құрамдарының барлығын описание бөліміне жазып қойдым. Біз ең алдымен тестасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға ситадан өткізіп ұнымызды аламыз да, үстіне жұмсақ сары майымызды салып песочный қамыр жасаймыз. Осылай қолымызбен үгітеміз. Екі қолмен үгізе жылдамырақ болады. Бізде крошки пайда болу керек. Және үстіне бір жұмыртқа және қантымызды салып, осылай жұмсақ, қолға жазбайтын нәзік қамыр илейміз. Сөйтіп, оны формамызға жайғастырамыз. Қамырымызды жан-жағына желетіндей етіп, бортиктарын көтеріп, әдемілеп орналастырып аламыз. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылай бір келгі етіп орналастырып аламыз. Оны орналастырып, холодильникке сала тұрыңыздар. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге екі алма қажет болады. Осылай жұқа етіп турап аласыздар да, бетіне осылай қойып шығасыздар. Алмамызды өте жіңішке етіп кесіңіздер. Бетіне әдемілігі үшін сахарная пудра немесе корица сепсеңіздер болады. Бірақ бұл міндетті емес. 180 минутта 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне осындай әп-әдемі болып шықты. Бұл пирогтың ерекшелігі ыстықта жесеңіздер дәмді болады. Қазір сіздермен бірге кесіп көреміз. Өте нәзік болып шыққан. Үгітіліп тұр ғой достар. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын.
міне көрдіңіздер ме қандай әдемі болып шыққанын. Әсіресе алманы сүйіп жейтін жандарға арналған пирог. Ас болсын.